Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Орыс тілін үйренуді сіздермен әрі қарай жалғастырамыз. Алдағы видеоларды өткізіп алмау үшін міндетті түрде каналға жазылып, қоңыраушаға басып қойыңыздар. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз винительный падеж. Алдымен күнделікті өмірде винительный падежді қай кезде қолданамыз деген сұраққа жауап берейік. Бірінші, бұл тікелей объект туралы айтқанда. Мысалы, я вижу кота. Мен мысықты көріп тұрмын. Я вижу кого? Я вижу кота. Мен кімді көріп тұрмын? Мен мысықты көріп тұрмын. Екіншісі, бұл бағыт туралы айтқанда. В және на предлогын қолданамыз. Мысалы, я иду на работу. Я иду куда? На работу. Мен қайда бара жатырмын? Мен жұмысқа бара жатырмын. Үшіншісі, бұл уақыт туралы айтқанда қолданамыз. Мысалы, я пойду в магазин в субботу. Мен дүкенге сенбі күні барамын. Я пойду когда? В субботу. Мен қашан барамын? Мен сенбі күні барамын. Енді әрбіреуіне тоқталайық. Тікелей объект туралы. Тікелей объект бұл кого, что, кімді, нені деген сұраққа жауап береді. Мысалы, они покупают картину. Они покупают что? Картину. Бұл жерде картину деген сөз винительный падежде тұр. Олар картинаны сатып алып жатыр. Олар нені сатып алып жатыр? Картинаны. Келесі. Я вижу кота. Мен мысықты көріп тұрмын. Я вижу кого? Я вижу кота. Мен кімді көріп тұрмын? Мен мысықты көріп тұрмын. Демек, кота деген сөз винительный падежде тұр. Келесі. Я изучаю математику. Мен математиканы оқып тұрмын. Енді сұрақ қояйық. Я изучаю что? Математику. Мен нені оқып отырмын? Мен математиканы оқып отырмын. Яғни бұл жерде математику деген сөз винительный падежде тұр. Келесі, она любит Ивана. Ол Иванды жақсы көреді. Ол кімді жақсы көреді? Ол Иванды жақсы көреді. Она любит кого? Она любит Ивана. Бұл жерде Ивана деген сөз винительный падежде тұр. Келесі, я читаю книгу. Я читаю что? Книгу. Мен нені оқып отырмын? Мен кітапты оқып отырмын. Бұл жерде книгу деген сөз винительный падежде тұр. Сонымен қатар осы етістіктерден кейін біз винительный падежді қолданамыз. Читать, прочитать. Бұл жерде НСВ және СВ етістігі. Яғни бұл парочка етістіктер саналады. Келесі, слушать, послушать, слышать, услышать, смотреть, посмотреть, видеть, увидеть, любить, полюбить, встречать, встретить, купить, покупать, знать, узнать, писать, написать, давать, дать, получать, получить, брать, взять, рисовать, нарисовать, готовить, приготовить, мыть, помыть, строить, построить, делать, сделать. Яғни бұл етістіктерден кейін біз винительный падежді қолданамыз. Екіншісі, бұл бағыт туралы айтқанда винительный падежді қолданамыз. Бұл жерде біз в және на предлогтарын қолданамыз. Куда деген сұраққа жауап береді. Бұл қайда, қай жаққа дегенді білдіреді. Енді мысалдарға тоқталайық. Я иду в магазин. Мен дүкенге бара жатырмын. Я иду куда? Я иду в магазин. Мен қайда бара жатырмын? Мен дүкенге бара жатырмын. Яғни бұл жерде бағыт туралы айтқанда біз винительный падежді қолданамыз. Бұл жерде магазин сөзі винительный падежде тұр. Келесі, я посылаю письмо в Америку. Мен Америкаға хат жіберемін. Я посылаю письмо куда? В Америку. Мен хатты қайда жіберемін? Мен Америкаға жіберемін. Бұл жерде Америку деген сөз винительный падежде тұр. Келесі, мы положили книги на тумбочку. Біз кітаптарды тумбочканың үстіне қойдық. Мы положили куда? На тумбочку. Біз кітапты қайда қойдық? Тумбочканың үстіне. Демек, тумбочку деген сөз винительный падежде тұр. Енді қай кезде в, қай кезде на предлогын қолданамыз. Егер ішінде болатын болса, белгілі бір заттың ішінде болатын болса, онда в предлогын қолданамыз. Мысалы, в шкафу, в
коробке, в холодильнике, в полке. Ал егер белгілі бір зат үстінде болатын болса, онда на бірлігін қолданамыз. Мысалы, на шкафу, на коробке, на холодильнике, на полке. Егер де жабық кеңістік болса, онда в бірлігін қолданамыз. Мысалы, в кафе, в магазине, в здании, в аптеке. Ал егер ашық кеңістік болса, яғни төбесі болмайтын болса, онда на бірлігін қолданамыз. Мысалы, на улице, на стадионе, на рынке, на вокзале. Келесі, егер де мемлекет, қала, ауыл, ел туралы айтатын болсақ, онда в бірлігін қолданамыз. Мысалы, в Казахстане, в России, в Астане, в Москве. Ал егер арал, остров туралы айтсақ, онда на бірлігін қолданамыз. Мысалы, на Кубе, на Кипре, және сонымен қатар шығыс, оңтүстік, солтүстік дейтін болсақ, онда на бірлігін қолданамыз. На юг, на востоке дегендей. Сонымен жалғастырайық. Я иду в университет. Я иду куда? В университет. Мен университетке бара жатырмын. Мен қайда бара жатырмын? Мен университетке бара жатырмын. Демек, университет сөзі винительный падежде тұр. Және байқасан, в бірлігін қолданамыз. Өйткені бұл здание, жабық кеңістік. Он едет в деревню. Деревня сөзін біз в бірлігімен ғана қолданамыз. Он едет куда? В деревню. Ол ауылға бара жатыр. Ол қайда бара жатыр? Ол ауылға бара жатыр. Демек, деревню сөзі винительный падежде тұр. Келесі, я поставила цветы в вазу. Я поставила что? В вазу. Мен гүлді қайда қойдым? Вазаның ішіне. Демек, бағана айтқандай, егер де бір заттың ішіне қоятын болсақ, онда біз в бірлігін қолданатынымызды айтқанбыз. Вазу сөзі винительный падежде тұр. Келесі, он каждый день ходит на работу. Ол күнде жұмысқа барады. Он каждый день ходит куда? На работу. Ол күнде қайда барады? Ол жұмысқа барады. Демек, бұл жерде работу сөзі винительный падежде тұр. Келесі, дети пришли на урок. Работа, урок, занятие, мероприятие деген сөздердің түгелі на бірлігін қолданамыз. Себебі бұл процесті білдіреді. Дети пришли на урок. Балалар сабаққа келді. Балалар қайда келді? Сабаққа. Дети пришли куда? На урок. Демек, урок сөзі винительный падежде тұр. Я пошла на улицу, чтобы погулять. Мен далаға серуендеуге шықтым. Мен қайда шықтым? Далаға. Я пошла куда? На улицу. Демек, улицу деген сөз винительный падежде тұр. Бұл бізде төбесі жоқ, яғни ашық кеңістік болған үшін на бірлігін қолданамыз. Үшінші, уақыт. Апта күндері туралы айтқанда винительный падежді қолданамыз, когда деген сұраққа жауап береді. Бұл қазақ тілінде қашан деген сұрақ. Мысалы, я в субботу поеду в магазин. Я поеду. Когда? В субботу. Мен қашан барамын? Мен сенбі күні барамын. Демек, бұл жерде субботу сөзі винительный падежде тұр. Келесі, в пятницу я пойду в музей. Жұма күні мен музейге барамын. Мен қашан барамын? Жұма күні. Я пойду когда? В пятницу. Пятницу сөзі винительный падежде тұр. Сонымен қатар ұзақтық туралы айтқан кезде винительный падежді қолданамыз. Сколько времени, как долго деген сұраққа жауап береді. Бұл қазақ тілінде қанша уақытта, қаншалықты деген сұраққа жауап береді. Мысалы, вчера целый вечер я гулял в парке. Кеше мен бүкіл кеш бойы саябақта серуендеп жүрдім. Қаншалықты жүрдім? Кеш бойы. Целый вечер. Как долго? Целый вечер. Демек, бұл жерде целый вечер сөзі винительный падежде тұр. Келесі, мы гуляли по городу весь день. Біз күні бойы
қаланы араладық. Қаншалықты? Күні бойы. Как долго? Весь день. Демек, бұл сөз винительный падежде тұр. Она болела целую неделю. Ол бір апта бойы ауырды. Қаншалықты ауырды? Бір апта бойы. Как долго она болела? Целую неделю. Демек, целую неделю бұл винительный падежде тұр. Винительный падежді қай кезде қолданатынымызды түсіндік деп ойлаймын. Енді көмекші сөзге тоқталайық. Көмекші сөзі бұл вижу. Вижу кого? Жанды зат есімдерге қолданамыз. Мысалы, адамға, жануарға дегендей. Ана, әке, бала, мысыққа, итке дегендей. Ал вижу что деген сұрақты жансыз зат есімдерге қолданамыз. Яғни жаны жоқ. Бұл үстел, қалам, қарындаш, дәптер, кітап дегендей. Енді окончанияны қалай өзгертеміз? Винительный падежде егер зат есім женский родқа жатса, аяқ аяқталатын болса, онда юды жалғаймыз. Мысалы, книга, осы жерде ана сызамыз, уды жалғаймыз. Сонда книгу. Я вижу, что книгу. Тетя, яны сызамыз, юды жалғаймыз, сонда тетю. Тетю болады. Демек, аға аяқталса уды жалғаймыз, яға аяқталса юды жалғаймыз. Келесі, сонымен қатар женский родта бізде женский белгісін аяқталатын сөздер бар. Бұл жерде мать, дочь, тетрадь, кровать, соль, боль. Яғни бұл жерде жанды зат есімдер, және де жансыз зат есімдер. Яғни кого, что деген сұраққа жауап береді. Бұл сөздер өзгермейді. Яғни винительный падежде егер бұл женский род болатын болса, ол окончание ешқандай жалғанбайды, солай қалады. Енді мужской родқа тоқталайық. Егер де зат есім жанды болса, сонымен қатар дауыссыз дыбысқа аяқталса, немесе жіңішке белгісіне аяқталса, онда а және яны жалғаймыз. Мысалы, друг, аны жалғаймыз, сонда друга болады. Гость сөзінде жіңішке белгісін сызамыз да, яны жалғап, гостя деп өзгертеміз. Демек, дауыссыз дыбысқа аяқталса, аны жалғаймыз, жіңішке белгісіне аяқталса, яны жалғаймыз. Келесі бұл женский родқа ұқсайтын мужской род сөздері бар. Бұларға у және юнды жалғаймыз. Мысалы, папа, аны сызамыз, уды жалғаймыз, сонда папу болады. Дядя сөзінде яны сызамыз да, юды жалғап, дядю деп өзгертеміз. Демек, а болса, уды жалғаймыз, я болса, юды жалғаймыз. Винительный падежде зат есім жансыз мужской род болса, мысалы, компьютер, стол, мяч, карандаш, музей деген сөздер болса, олар өзгермейді. Осылай қалады. Винительный падежде осылай қалады. Енді средний родқа тоқталайық. Молоко, окно, море, платье, здание. Бұл сөздер винительный падежде өзгермейді. Осылай қалады. Енді практикаға тоқталайық. Я встретила в кафе друг. Осы сөзді винительный падежге өзгертуіміз қажет. Мен кафеде досымды кездестірдім. Я встретила в кафе друг. Осы сөзді, дос деген сөзді винительный падежге өзгертейік. Ең бірінші қай родқа жатады? Бұл сөз мужской родқа жатады. Және де бұл жанды. Жаны бар зат есім. Дауыссыз дыбысқа аяқталады, сол себепті аны жалғаймыз, сонда друга болады. Я встретила в кафе друга. Келесі, я прочитал эту книга. Мен осы кітапты оқып шықтым, оқып болдым. Книга сөзі винительный падежге өзгертейік. Бұл бізде қай родқа жатады? Женский род, аға аяқталып тұр. Ал женский родта бұл сөз өзгереді. Уды жалғаймыз, сонда дұрыс жауабы книгу болады. Я прочитал эту книгу. Келесі, они идут в магазин.
Олар дүкенге бара жатыр. Магазин сөзін винительный падежге өзгертейік. Алдымен бұл сөздің родын анықтайық. Магазин сөзі бұл мужской родқа жатады, және де жансыз, яғни жаны жоқ. Сондай-ақ дауыссыз дыбысқа аяқталып тұр. Демек, бұл сөз винительный падежде өзгермейді. Осылай қалады. Они идут куда? Они идут в магазин. Келесі. Давай встретимся в суббота в 11 часов. Сенбі күні сағат 11-де кездесейік. Осы жерде суббота деген сөзді винительный падежге өзгертейік. Алдымен родын анықтайық. Суббота сөзі бұл аға аяқталып тұр. Женский род болып саналады. Ал женский родта бұл өзгереді. Уды жалғаймыз. Сонда субботу болады. Келесі. Я купила компьютер. Компьютер сөзі винительный падежге өзгертейік. Бұл қай родқа жатады? Дауыссыз дыбыс, сол себепті де мужской род. Және де жансыз. Ал винительный падежде мужской род жансыз болса, онда ол өзгермейді. Демек, я купила компьютер болып қалады. Келесі. Вчера я впервые увидел море. Море деген сөзді винительный падежге өзгертейік. Алдымен родын анықтайық. Ег аяқталып тұр, бұл средний род. Средний род винительный падежде өзгермейді. Демек, осылай қалады. Вчера я впервые увидел море. Келесі. После ужина я помыла посуда. Винительный падежге өзгертейік. Посуда деген сөзді. Алдымен родын анықтайық. Посуда сөзі аға аяқталып тұр, демек бұл женский род. Ал женский род винительный падежде өзгереді, окончаниясын өзгертеді, аға уды жалғаймыз. Сонда посуда сөзі посуды болып өзгереді. Келесі. Мой друг купил машина. Менің досым машина сатып алды. Көлік сатып алды. Машина деген сөзді енді винительный падежге өзгертейік. Алдымен бұл сөздің родын анықтайық. Машина сөзі аға аяқталып тұр, демек бұл женский род. Винительный падежде окончаниясын өзгертеді, аға уды жалғаймыз. Сонда машину болады. Мой друг купил машину. Келесі. Дай мне, пожалуйста, соль. Өтінемін, маған тұз берші. Осы жерде соль деген сөзді винительный падежге өзгертейік. Алдымен родын анықтайық. Жіңішке белгісіне аяқталатын бізде мужской род сөзі бар, және де женский род сөздері бар. Бұл бізде женский родқа жатады, окончаниясын өзгертпейді. Женский родта бізде жіңішке белгісінен басқа барлық сөздер өзгереді. Демек, соль болып қалады. Дай мне, пожалуйста, соль. Сонымен тағы да бір рет қайталап шығайық. Егер женский род жанды болсын, жансыз болсын, аға аяқталса уға өзгертеміз, яға аяқталса юға өзгертеміз. Женский родта егер де жіңішке белгісіне аяқталса, ол өзгермейді. Жанды болсын, жансыз болсын, бәрібір. Жіңішке белгісі осылай қалады. Аға аяқталса уға өзгертеміз, яға аяқталса юға өзгертеміз. Енді мужской родқа тоқталайық. Мужской родта егер зат есім жанды болса, жаны бар зат есім болса, аға аяқталса немесе дауыссыз дыбысқа аяқталса, онда уды жалғаймыз. Я немесе жіңішке белгісіне аяқталса, онда юды жалғаймыз. Ал егер жансыз болса, яғни жаны жоқ зат есім болса, бұл жерде үстел, қалам, кітап дегендей, онда ол өзгермейді. Винительный падежде өзгермейді. Ал средний род винительный падежде өзгермейді. Бұл жерде средний родқа о және ег аяқталған сөздер жатады. Демек, средний род винительный падежде өзгермейді, солай қалады. Мужской род жансыз болса, ол да өзгермейді. Ал женский род жіңішке белгісі, ол да өзгермейді. Өзгеретін бұл жерде мужской род жанды зат есімдер және женский родтың түгелі. Тек қана жіңішке белгісі өзгермейді. Сонымен бүгінгі сабақта күнделікті өмірде винительный падежді қай кезде қолданатынымызды тоқталдық. Қандай тетіктерден кейін винительный падеж келетінін қарастырдық, мысалдар қарастырдық, айырмашылығына тоқталдық, көмекші сөзін қарастырдық, қалай окончания өзгеретінін тоқталдық, қай кезде ол өзгермейтінін тоқталдық.
және практика жасадық. Келесі сабақта кездескенше.